Даниял балам, қазір мен саған осы қолыңдағы арыстан мен тышқан туралы бір ертегі айтып бергім келіп отыр. Баяғыда осындай бір арыстан болған екен. Сөйтіп орманда демалып жатқан арыстанның жанынан өтіп бара жатқан тышқан арыстанның басына секіріп шығады да, демалып жатқан арыстанның мазасын алады, ары бері жүгіреді, маза бермейді. Бір уақытта арыстан алады да, тышқанды ұстап алады, қолымен ұстап алады да, аяғымен айтады: тышқан, қазір мен сені жеп қоямын дейді. Одан тышқан: жемеші мені арыстан, мені жіберші, менің де саған көмегім тиіп қалады деп тышқанның жаны шығады. Содан арыстан айтады: сен өте кішкентай, денең де кішкентай, өзің де кішкентай, қалай сенің маған көмегің тиеді сондай дәу мен сияқты арыстанға дейді. Сол кезде тышқан айтады: көмегім тиеді, осы сенің бір рет маған істеген жақсылығың үшін мен де сенің жақсылығыңды не істейді, қайтарамын дейді. Иә, арыстанның жүрегі жаны ашып, жүрегі жібіп, тышқанды жібере салады. Содан тышқан деп қашып кетеді. Одан бір күні жорыққа шыққан арыстан аңшылардың тозағына түсіп қалады. Тозақтың ішінде шыға алмай ары бері жұлқынып, әбден шаршаған арыстан әлсіреп жатады. Сол кезде жанына мына тышқан жүгіріп келеді. Арыстанға қарап жатады. Арыстан айтады: тышқан, сен неге маған